Айдосты қосардың алдында мына жігіт, Малик деген жігіт апрельский потокта бастаған и қазір сендерге өзінің нәтижесін көрсетіп айтайын телефонмен. Иә. Бәрі телефон. Иә, бәрі бұл жігіттің істеп жатқан, бұл шәкірттің істеп жатқан нишаларын даже телефонмен де істеуге болады. 8-де күні мен видимо атты бастады, сол күні монетизация қосылды, именно сол күні. Каналды көріп көрінесің деп па? Мені қараңдар достар, қараңдар, бір күнде 125 мың теңге табыс, бір күнде 125 мың теңге табыс, и бұған монетизацияны 8-де қосты. 8-де қосты, так, бүгін 10-ы ма? 2 күн бұрын монетизация қосты, и уже 125 мың теңге табыс тұса ойландаршы. Вот реально мен өзім, мысалы, өзімнің миллионер шәкірттермен, мен олармен уже шәкірт сияқты сөйлеспеймін, мен олармен уже дос сияқты сөйлесеміз. Мысалы, бізде Астанада бай ютуберс деген, бізде бай ютуберс Астанада деген біздің өзімізде сообщество бар. Біз кездесеміз, ресторанға барамыз, кафешқа барамыз, отырамыз, единомышленник алдында кімде де келген, несібелді де бізге келген. В общем, солай. Егер де мысалы менің курсыма кіріп, жаңағыдай нететін болсаңдар, бізде, егер сендер Астанада болсаңдар, бізде живая встреча деген болады. Скоро мен еще Алматыға барайын деп жатырмын. Алматыда біраз шәкірттерім бар, солармен де жаңағыдай живой встреча болады. Сондықтан менің курсым бір ерекшелігі, бұл жерде айтып кетсек, басқа курстардан қарағанда, бұл жерде менде живой встреча деген болады. Кәдімгі кездесеміз, сөйлесеміз, то есть офлайн деген, вот реально офлайн встреча деген, это офлайн обучение деген, реально сендерге айтайын, бұл онлайн қарағанда эффективность көп болады, потому что сен офлайн адаммен кездескенде сен өзіңнің энергетикаңмен повлиять етілесің, даже өшіп тұрған адамды өзің энергетиканы қолданып мотивация беріп, оны кәдімгі көзінен көз жарқырайтындай қылдырып, сондай дәрежеге жеткізуге болады. Так, сосын енді кім Малик, енді сен өзіңнің контентіңді қалай жасайсың? Жүрсең, мысалы, өзің жасайсың ба, или сен монтажерің бар ма? 25 күнде ойлап отырмын, бірақ бана монетизация қосылғаннан кейін 8-де кешкі 8-де қосылды. И қазір күншен просмотр қарадым, RPM-ні білем ғой қанша екен. Кстати, RPM-і көп өте көп. И сонымен санадым ба 25 специально. 3 күнде табысым, если реально. Иә, 30 темппен болса, иә? 700 мың теңге. 700 мың теңге, иә, Міне, бұл жерде ютубта былай ғой, мысалы, жаңағы Маликқа осы монетизация қосты ғой, монетизация қосқаннан кейін, бұл жерде доход обновляется с задержкой 2 дня, и обновляется каждый день с задержкой. И сондықтан ертең бүрсі күні мен міндетті түрде осы Маликтің жаңағы результаттарын нәтижесін шығарып отырамын. Маликта осы бұндай табыстарды шығарғанда реально менің қазір действующий шәкірттерімде, и осыны менің қазір көріп жүрген адамдарға бұл күшті мотивация береді. Потому что мы живем в материальном мире, бұл жерде барлығы привязаны к деньгам дейді ғой, сондықтан ақша деген. Бір жыл бұрын вообще ютубтан табыстауға болатынын білгем, бірақ енді ақша бергім келмейді ешкімге. Солай өзім үйренейін ойладым бір жыл бойы. Үйренейін деп, ананы іздедім, мынаны іздедім, потом отрывкалар болып, үйрене алмағасын, точно знание болған жоқ. И потом сені уже ана жылы майдан бастап қараймын. Қараймын, и в один момент вот апрельде шештім, алам деп. Была, не была деп. И вот апрельде алдым, сізден бірнеше жүрдім ана, который месяц атқан. А менде видишь, компьютерден қақпаймын өзім. Сен айтты ғой, мен делегирование деген бар. Делегирование дегесін, айтқанымды істеп соны, то есть өзім дымда контент істемей, просто біреу маған жасап береді, соны салам, и соны автоматически ақша түсіп тұр. Бұл кім бар ғой, Маликта, бұда, короче, андай бизнес мышление дейді ғой, то есть бизнес мышлениясы андай бар да, и как бы мен оны да тоже поддерживать жүрдім. То есть Малик өзі, мысалы, көріп тұр, Малик өзі отыр, бірақ та ешқандай контент істемейді, просто бұл делегирует. То есть ваш уровень дохода вообще зависит, ваш уровень бизнеса зависит, это насколько вы умеете делегировать. Сондықтан бір жерде мен өзімнің курсында делегирование туралы үйретемін, жаңағы қалай делегировать етуге болады, жаңағы монтажерларды қайда тауға болады, мысалы монтажерді сосын жаңағы воркер деді ба, иә, солармен қалай жұмыс істеуге болады, оларға қалай төлеу керек деген сияқты сондай моменттердің бәрін сол жаңағы курста үйрететін боламын.